Қайырлы күн, құрметті қонақтар, әріптестер, оқушылар. Бүгін біз үшін өте ерекше күн. Алаштың игі жақсыларының ізі қалған Семей шаһары номер 16 100 жылдық тарихы бар Төлеубай Ыдырысұлы Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектептің бүгін қуанышты күні. Себебі ұлағатты ұстаз болған Ұлы Отан соғысының ардагері Бейсен Жұмагелдиннің туғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған үлкендер жолы ұлылық, ұрпағы жүрер ұғынып батты сыр сұхбаты түрінде өтетін кездесуге қош келдіңіздер. Бүгінгі сыр сұхбатымызды бастамас бұрын барлықтарыңыздың назарларыңызды экранға аударып отырмыз. Бейсен Жұмагелдіұлы 1924 жылы көктемде Семей облысы Шыңғыстау ауданы Самай ауыл кеңесі Шаянда Қызыладырдың етегінде бүйрекшеде дүниеге келген. 1930-31 жылдары конфискация салдарынан малдың барлығы талан-тараз қашып, ел ашыға бастаған уақытта бұл жанұяда жалғыз жирен атты желіп, бір топтың сойып алып түгілейді орнына қалдырып, Семейге көшіп келеді. 1939 жылдың күзінде Семейдегі номер 11 қазақ орта мектебіне келіп құжат тапсырады. Математика мен физикадан тәуір болғанымен, орыс тілі мен әдебиетінен қатты қиналғанын өзінің естеліктерінде жазады. Тура осы жылдары академик Төлеубай Амановпен танысады. Ары қарай соғыстың басталған уақытта зардабы елдің тұрмысын нашарлатып жібергені анық. Тамақтың тапшылығы сезіледі. Бейсен Жұмагелдин 10-шы класты бір айдай ғана оқып сабақты тастап елге қайтады. Сол жылдары елге қызмет етіп, экзамендерін тапсырып, 3-ші класс радиотелеграфисті кіші сержант атағын алады. Соғыста жүріп, күнделікті тәжірибе арқылы радиотехниканы жетілдіре түседі. Соғыста жасаған ерліктерінің өзі бір төбе. 1946 жылдың июль айында Хабаровск қаласында орналасқан Приамурский военный округтың полкына ауысып келеді. Онда бақылаушы радиостанцияда аға радист болып қызмет атқарады. Әскери міндетін атқарған соң Семей педучилищесіне сырттай мемлекеттік емтихан тапсырып, бастауыш мектеп мұғалімі деген диплом алады. 1953 жылы 16 сәуірде Семей облыстық мұғалімдер білімі жетілдіру институтына қазақ бастауыш кластарының методисті болып қызметке орналасады. Еңбек жолының жылдарында бірнеше рет алғыс жарияланып, оқу министрінің 2 құрмет грамотасын алады. Методист мұғалім лауазымын алған. Біршама жерде жұмыс істегеннен кейін 1974 жылы номері 382 бұйрықпен Семей қаласының номер 16 мектебінің физика пәнінің оқытушысы болып тағайындалады. 1988 жылы дәл осы мектептен 14 жыл жұмыс істегеннен кейін 5-ші қыркүйекте салтанатты түрде еңбек сіңірген демалыс зейнетіне шығады. Артында жоғары білім алған ұл қыздары бар. Бәрінің жанұя құрып, балалы шағалы болғандарын көрді. Немере, шөбере сүйді. Тірлікте тәубә, өмірге шүкіршілікпен қараған Бейсен Жұмагелдиннің еңбегі ерен. Бейсен Жұмагелдіұлы 1924 Енді жоғарыда көрсетілген бейне жазбадан көргендеріңіздей Бейсен Жұмагелдин туралы көптеген естеліктер айтуға болады. Ұстаздың біз білмейтін қыр-сыры, оның ерекше қасиеттерін айтуға, берген тағылымын баяндауға арнайы қонақтар келіп отыр. Олай болса, сол қонақтарымызбен таныс болайық. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті органдарының ардагерлері, Республикалық қоғамдық бірлестігі жауапты хатшысы, отставкадағы полковник Жұмагелдин Қапес Бейсенұлы. Ішкі істер министрлігі запастағы полковник, Қазақстан Республикасы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Абай облысы бойынша өкілі, немересі Жұмагелдин Дулат Ертуғанұлы. Және біздің Бейсен Жұмагелдиннің немересі, аудармашы, көп балалы ана, осы мектептің ата-анасы, осы Бейсен Жұмагелдіұлы туралы көптеген қолжазбаларды жинақтап, барлығын бір арнаға тоғыстырған
Жұмагелдина Әлия Ертуғанқызы. Семей қаласының құрметті азаматы ардагер ұстаз зейнеткер Қарлығаш Садықовна. Қазақстан Республикасының оқу ағарту ісінің үздігі ардагер ұстаз Нұржамал Боранбаев. Сыр сұхбатымызды өрбітпес бұрын ең алдымен мектебіміздің директоры Айгүл Васильевнаға сөз кезегін берсек. Қайырлы күн, құрметті, қымбатты біздің балаларымыз, оқушыларымыз, аса қадірлі бүгінгі іс-шарамыздың қонақтары Қапез Бейсенұлы, Дулат Ертуғанұлы, Әлия Ертуғанқызы, Нұржамал апайымыз, Нұржамал Боранбаевна және Қарлығаш Садықовна. Сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. 100 жылдық тарихы бар 16-шы мектебімізге, өздеріңіздің әкелеріңіз, аталарыңыз еңбек еткен мектепке келулеріңізге қош келдіңіздер деп қуанышпен сіздерді қарсы аламыз. Жұбан Молдағалиевтің тамаша бір өлең шумағы бар екен. Туады ерлер ел үшін, өлмейді ісі мәңгілік, өшпейді абзал есімдер, ұрпаққа жетіп мәңгілік деп. Бүгінгі жоспарланып отырған міне іс-шарамыз ұрпақтар осы сіздер үшін. Бейсен Жұмагелдин ағамыздың есімі, ерлігі, еңбегі жас ұрпақ санасында мәңгілік сақталатынына сенемін. Бейсен Жұмагелдин өмірде үлкен еңбек жолын, ерлік жолын өткен адам екен. Атамыздың өмірбаянын толықтай оқып шығып, осындай ой толғадым. Ағаның өмірбаянын, естеліктерін оқып, зерттеп, біріншіден еңбекқор адам болғанын, екіншіден аса білімді адам болғанын, үшіншіден ержүрек, батыр, патриот болғанын өзім ой түйдім. Бір кездесуде Әшім Шайкин деген балалар осы мектепте бұрын мектеп директоры болып қызмет атқарған адам екен. Төлеубай Амановтың 80 жылдығына арналған Бейсен ағамыздың естеліктерін оқып шықсам, осы бір естелік сөздерді жазыпты. Бір кездесуде Әшім Шайкин былай депті: бәріміз жоғары оқу орындарын үздік бітірдік, тегі бәріміз мықты болғанбыз ал деген екен. Сонда Төлеубай Аман былай депті: біз мықты болғанымыз жоқ, бізді оқытқан ұстаздарымыз мықты болған деген екен. Бұл сөзді өз ұстаздарына деген үлкен құрметпен Төлеубай аталарына айтқан екен. Сол кезде Төлеубай атамызға, осы Бейсен ағамызға сабақ берген ұстаздардың бірі ол Хаңи Мұхамедханов болған. Сол кісілерге деген өздерінің үлкен құрметін көрсеткен дейді. Ал 1950 жылы физмат факультетінің жанынан қазақ бөлімдері ашылған деп Бейсен ағамыз өзінің естелігінде жазады. 1957 жылы Төлеубай Аманов педагогикалық институттың оқу бөлімі жөніндегі проректоры болған кезде қазақша топтар ашылыпты. Сабақ беретін ұстаздар керек болды дейді. Мына жерде мен өзім қатты ойланып, өзім студенттік кезімді де еске түсірдім. Мен де 1981 жылы Надежда Константиновна Крупская атындағы педагогикалық институтқа түсіп, 1985 жылы бітіргенмін. Сол кезде міне Бейсен ағамыз өзінің естелігінде айтқан Зоя Рашевна, Тоқжігітова, одан кейін Мекебаев, Қазкен деген ағалар сол кезде маған да сабақ берген болатын. Физикадан Зоя Рашевна берді, Қазкен деген ағамыз ол астрономиядан берген болатын. Сол қандай сәйкестік деп өзім таңғалып отырмын. Ал Мекебаев, Қазкен екеуі де 1959 жылы оқытушылыққа Бейсен ағамен бірге қабылданыпты. 1962-72 жылдары жалпы техникалық кафедра меңгерушісі, электротехника, радиотехниканы оқытты ағамыз. Енді мынадай бір тамаша сөздерін айтпасқа болмайды балалар. Алдымызда қазақ жастарына қазақша білім берудің үлкен жауапкершілігі тұрғанын, оларды қазақша оқытудың, қазақша тәрбиелеудің халықтық мәні бар екенін түсінгенмін, сезінгенмін деген сөздері керемет, мысалы маған ой салды. Бұны жазып отырған Бейсен ағамыз өзінің естелігінде. Кедергілер де болды дейді. Әрине ол саяси кедергілер деп ойлап тұрмын. Бірақ ауылдың салмағынан бүгілген немесе жауапкершіліктен сескеніп шегінген жерім болған жоқ. Қызметіме адал болдым деп Төлеубай ағаны еске алған сөзінде осы Бейсен ағамыз айтады. Төлеубай Амановты данышпан ғалым аға, ұстаздың маған деген сенімін ақтадым, ұстаздық міндетімді орындадым деп ойлаймын депті. Міне осы жолдардан қарап, біз Бейсен ағамыздың балалар сол замандағы
қазақ деп жүрегі соққан халықтың патриоты болғанын, қазіргі кезде де қазақ тілін неге біз 100% елімізде меңгермейміз, басқа ұлттар болсын, қай жерде болсын, неге қазақша білмейміз деп алдарына мақсат қойып күресіп жатқан қаншама азаматтарымыз бар ғой. Сол заманның өзінде 60-70 жылдары Бейсен ағамыз осы сұрақты көтерген екен. Ең алғашқы қазақша физика пәнін оқытуды бастаған педагогикалық институтта. Одан кейін өзі міне 100 жыл сол кезде тарихи мектеп болған 16-шы мектепке келіп 1974 жыл, 74-тен 88 жылға дейін 14 жыл аянбай физика пәні мұғалімі болып еңбек етті. Сондықтан жаңа мен басында айтып кеттім ғой, ол кісінің еңбекқорлығына, өте білімділігіне және патриоттық болғанына біз таң қаламыз. Сіздерге сондай адамның ұрпақтары болғандарыңыз үшін сіз бақыттысыздар сіздер. Жалпы өмірде екі мықты үлкен темірқазық болады, ол енді еңбек және білім. Осы білім менен еңбектің олар қандай заман болса да ешқашанда өзгермеген және ешқашанда өзгермейді. Мына жас ұрпаққа бүгінгі біз отырысымызда қазір сіздер ағаны еске аласыздар, үлкен ой салады, білімге деген, еңбекке деген сендердің құлшыныстарың артады деп сенім артамыз. Қуаныштымыз. Бүгін сіздердің біздің ортамызда болып, балаларымызға үлкен осындай ұрпаққа тәрбие беретін үлкеннің жолы, ұлы жол, ұрпақ біздің осы ағамызды есіне алып, Төлеубай Аманов деген кезде Бейсен ағамыздың қата тұратынына қуаныштымыз. Сәттілік тілейміз. Жалпы осы сыр сұхбатты ұйымдастырмас бұрын біз Бейсен Жұмагелдиннің жаңағы өмірімен, еңбек жолымен жіті танысып шықтық. Оның Төлеубай Амановпен үзеңгілес болғандығы өзінің естеліктерінде көптеген айтылады. Олай болса, қазір сөз кезегін оқушыларға берсек. Бейсен Жұмагелдиннің естелігіне. 1939 жылдың күзінде Семейдегі номер 11-ші мектепке келіп құжат тапсырдым. 5 комплект 8 класс жасақталды. Қалада оқу сапасы жоғары, талап қаттырақ екен. Мен қала балаларымен бірге оқыдым. Сол күзде Аманов Төлебаймен таныстым. Нақыш мұғалімнен бұрын математикадан Ақжанов Аспан деген жас мұғалім оқыпты. Ол кісі теорема дәлелдегенде есеп шығарғанда шатаса беретін. Мен шыдай алмай қателерін түзеп әлек болып қалатынмын. Сабақ жүргізуге бөгет жасайтынмын. Соны 10-шы класста оқитын Төлебай естіпті. Бір күні сабақ арасындағы үзілісте бір кішкене ғана бойы бар, көзі сығырайған қара бала: "Сен бергеш?" деді. "Сен математикадан көп білесің бе?" "Мен жақсы білемін" дедім. "Математикадан білімің жақсы болса, сен мұғалімдерге бөгет жасама, өздігіңмен оқи бер" деді. "Мені білесің бе?" деді. "Мен білмеймін" дедім. "Мен Аманов Төлебаймын, тасып қояйық" деп қолын ұсынды. Содан соң мені математика үйірмесіне шақырды. Жаңбырдай жауған оқтың астындағы соғыста өтіп жатты жастық шағы. Майданға өз еркімен аттанған ол атылды жауға қарсы жасқанбады. Шайқасты 6 жылын жеңіске арнап, орнатып бейбіт күнді елге оралмақ. Үмітін ата-ананың ақтаған ер, шайқасты фашизммен елін қорғап. Келгенде туған жерге, туған елге, еселеп күш қосқандай асыл елге. Мақсаты білім алып еңбек ету, аянбай терін төгіп елге жерге. Ел іші соғыстан соң соғын тірлік, жатады бірі жылап бірі күліп. Шаттанып шаңырақ құрып жар сүйсе, біреуі қайғы жатқан іштен тынып. Арманы ең бірінші білім алу, ғылымның биігінен орын табу. Бес екен осы жолды жалғастырып, санасын сан ұрпақтың баурап алу. Осы оймен оқу, білім алды барып, училище, институттан сабақ алып, физика, электротехника сабақтарын меңгерді өте терең әрі қанық. Тарихын ел жұртын зерделегенде ойланып үңілуші еді шежіреге. Шәкәрім Мекен Мұсатай тұлғалардың зерттелмеген жолықты тың деректерге. Осындай тарихта да үлесі бар, шыңырауда ойы терең шынасылар. Зерттелмеген ешқашан ұмытылмас үлгілісі жатқырып мәңгі бақи тұрасыңдар. Оқушыларымызға көптен көп рахмет.
Рахмет. Үлкендер жолы ұлылық, ұрпағы жүрер ұғынып демекші Бейсен Жұмагелдіұлының ұрпақтарына, бірге қызмет жасаған әріптестеріне сөз кезегін ұсынғалы отырмыз. Ең алдымен Қапез Бейсенұлы өзіңізге сұрақ қойсақ. Біз Бейсен Жұмагелдіұлының жаңағы өмірін, шығармашылығын, еңбек жолын біраз қарап, ол кісінің шежіресі болғанда жаңағы білдік, мағлұматтар алдық. Жалпы әке ретінде ол кісі қандай еді? Адамгершілік қасиеті жөнінде қандай қандай қасиеттерін жоғары бағалайсыз? Немесе жаңа балалық шағыңыздың бір жылы естеліктерінен сыр шертсеңіз? Рахмет сөз бергеніңізге. Енді жаңа мынау мұнда өмір баянын айтып кетті, иә. Оқушылар қалай жақсы айтты бәрі, иә. Әкемнің есін өзінің алдында елестеттім сонда, иә. Енді қай әке өз әкесін жамандайды. Бірақ енді біз айтамыз, біздің мынау үйдегі нәрсені айтайық, иә. Енді әкемнің 4 келіні бар, иә. Сонда мына кісілердің, біздің жеңгем, мына кісілердің мамасы үлкен ғой, сөйтіп айтады. Ей, не дейді? Қалай біз бақыттымыз, қалай біз осындай атамыз осындай енеміз болғанға. Ей, қыздар, сендер бақыттысыңдар, мен бақыттымын деп. Сол сөйтіп нетеді. Сол сөздермен білуге болады. Енді маған ол кісі енді мынау мінезі, біз мына естелік кітап шығарамыз, иә? Оны сигнализатор, өзім естелігімнің ішіне бір теріп айтсам, иә? Ол кісінің мынау мінез. Ол кісі енді бірден айтайын, енді адамгершілігі мол, гуманист адам болды. Өте сондай. Андай бірнеше мен бір не жазғанмын, соны қазір бір шеттеріне, сосын кейін ол мынау нетсек, мынау мінез берсек, өзі жүрген жерде әдетсіздікке жол бермейтін ол кісі. Әрбір, тіпті бар ғой, мынау мен бірге неге мінеміз ғой, автобусқа да, біреу жас отырса, ана жерде бір үлкен кісі тұрса, соған да кейбіреулер тұра береді ғой, нетсе, өзі отырмаса да анан, ей балам, сен деп жай бір кетпейді, мынандай. Бір жерде бір көмек керек болса, ойламайды. Сөйтіп, мешіне қарамай, сөйтіп, бір жерде сөйтіп нетеді. Мынау, сосын мынау жаңа айттық қой, мынау, гуманист туралы бір кішкене бір айтып кетейін, өзім жазғанда. Анау, соғыс кезінде, ол кісі маған бір әңгіме айтты. Соғыс кезіндегі соғыстың аяғы болып қалды. Бұл мінездеме туралы айтып жатырмын ғой, сол неден білуге болады. Соғыстың аяқ кездерін дейді, неміс фашисттардың біз 50-100 километр қуып отырдық дейді. Сол кезде олар қашып отырды. Сонан кейін бұлай ауылды сағынып, елді сағынып, бір жазық бір жерге келдік дейді. Соны жаңа сағынып, бұлай қарай неттім дейді. Бұлай ақырындап далаға шықтым дейді. Өзіміздің ауылдың несі сияқты дейді. Қарасам, анау жақта бірдеме қарайып дейді. Ақырындап бәрі сақтандықты сақтап, қасына барсам, бір немістің баласы дейді. Кішкентай, бір 10-12 жас, одан аспайды дейді. Оларды Гитлер үйініп дейтін бір, Гитлер жеңіліп бара жатқанда жас балаларды да дейді, 14-15 жастар, тіпті кішкентай балаларды да, 10-12 жастар балаларды. Полный экипировка дейді, не айтады, граната бәрі бар керек, анандай бізде ондай қару жоқ дейді. Сол ақырын қарасам, қолында ұйықтап жатыр дейді, қалып қойған ғой, қашқанда. Соны ақырындап шешіндірдім дейді, бәрін шешіндірдім, нелерін алып тастадым дейді, нелеріне былай қарай қойып қойдым, оянсам әжер оянбай, тамсанып прямо жетіп, соны ояттым дейді, шошып кетіп, нелер іздей бастады дейді, автомат несін, соны айттым дейді. Немісше білем дейді, сол айттым дейді, өйткені ол кісі радист болды ғой, оны неде білу керек, соны айттым дейді. Мен совет солдатымын, ол жақта орыс дейді, орыс солдатымын деп айтты, орыс солдатымын, совет солдатымын. Тиіспеймін сендерге, то есть саған тиіспеймін, Гитлер капут, ол керек жоқ бізге.
саған тиіспеймін, мен қару жарақ жоқ менде деген соң анау сенді дейді, сеніп сол жетектеп неге алып келіпті штабқа, казармаға алып келіп жуындырдым дейді, жақсылап беті қолын өзінің баласы сияқты жуындырдым деп, өз қолымен жуындырып, бәрін тамақтандырып, бәрін еттім дейді. Содан кейін шұғыл мені неге ол кісі енді анау радиостанция, ол кісі енді радиостанция жақсы еді, радиостанция бесен промитвер никто не разберется, анау радиостанция сынып қалды тезірек деп анау. Ол кісі нені обслуживать етті ғой, только мынау фронттың несін байланыс жасады, фронттың несіне, сол кейін сонда жүріп кеттім, десін бір орыс бала бос отыр екен дейді, орыс жауынгер бір айтты, смотри, Степа, присмотри за ним, я сам потом штаб отведу деп, соған тапсырып кеттім дейді. Кетіп қап, бір сағат, бір жарым сағат, 2 сағатта соны айналсам, бала қайда десем, анаған дейді, анау қарқылдап күледі дейді. Мен былай шығарып, не дейді, көрдім дейді, қалай кетеді екен, былай шығарыпошын неткен ғой, өтірік айтады. Қаш дейді, қаш. Подвижущей мишени деп орысша айтады дейді, сол атып тастадым дейді. Анау айтқан, жауыз, хайуан, сен жауызсың, фашистан арты емессің ғой деп. Сол жерде енді жақсылап тұр ол істе не ғой. Әкесін танытты ананың қазақша айтқанда ғой. Сауатты сол. Содан кейін бәрін етіп, сол кейін қатты орыстар, хақол бәрін азаттық білдірген соң, жек көрген соң ананы оны басқа чеш қайда жүрді. Енді соттамайды ғой ол неміс деген ол кезде неміс үшін анау деп жарайды. Соны айтуға болады, сол енді бәрібір міне қазір Украинада соғыс болып жатыр. Қалай жас балалар өліп жатыр, нетіп. Ал ол кісі сол міне ол кішкентай бала, ол қаншама қару жарақ ұстаса да ол қаншама сезім бар онда. Мен осындай балалар шығар, бұдан сен нешедесің? 14-те, сирен де кішкентай ана немістің баласы. Мен ол не біледі, сол сондай бір адамзаттың бәрін сүй бауырым деп жүрегінің жылылығын, мейірімділікке толылығын білуге болады, иә? Сол айтқан жетті. Содан кейін ол кісі бір тағы да айтып кетейін деп едім, анау мен енді мектеп бітірердің алдында айтқан, мен заң неге барғым керек деп. Тіпті онда Қарағандының милицейский школына барайын деп жібермеді. Оқы, сен неге жақсысың деп, семейдің технологиясын ештің бітірдім. Соны бітірдім де, соны кейін әскерге барып келдім. Бізде әскери кафедра болған жоқ, әскерге кеттім, соны келдім, жоқ әкемнің бәрі барам деп сол ұлттық қауіпсіздік комитетіне еттім. Ол кезде мен енді мектепте бітірсақ, то есть мынау жоғары оқу білім бітірдім ғой, экономистпін. Сонда қазір айту керек, сонда ол орыстың несі ғой, біздің комитетте ұлтты, біздің ұлттарды алмайтын. Мен енді экономистпін, сонда басқармаға келдім, 12 кісі экономистский не, ол үшін бірден жұмыс істеу үшін білу керек қой. Мен экономистпін. Бір экономист жоқ, бәрі орыстар, хақылдар, бір деді. Мен сол әзер алып сол әкем қолдады, бірақ сол не болды. Содан кейін бір тағы да бір айтып кететін, нетсең, ол анау полигон, ол кісі енді құжаттар орысша болды ғой. Союз пострадавших от ядерных испытаний деген не ашты. Қоғам ашып, сол осы күресті. Мынау бүкіл Абай ауданы, Қарқаралы, әсіресе Саржалдың бәрін, мынау енді физиканың маман нені, электроника бәрін білген соң, бұл электронщик ненің физик, ядерщик деп айтуға болады ол кісі, соның бәрін картасын сызған ол кісі, бәрін қай жерде қандай не уланған, қай жерде қандай деп, соны әлі күнге дейін біздің үкімет енді үйтіп етіп жатқан жоқ, ешқандай жұмыс жасалып жатқан жоқ. Алды да полигон жабылды, барыңдар, малдарыңды ете беріңдер, анау деп сол Жапон халық сияқты үйтіп жатқан жоқ, әйтпесе. Сонда ол кісі қатты күресті, қатты. Сонда бір несі енді, ол милықтан шығар, анау құжаттың өзін нету үшін, заңды түрде болу керек, құжаттың нені нету үшін, өзі басқарып, өзі жұмыс істеді. Құжаттарда Третьякова деген орыстың әйелін жазып қойды. Орысқа біздікілер ете алмайды, қатты
жете алмайды, иә. Қатты, иә, қысым жасай алмайды, иә. Ананы алдыға итеріп қояды, өзі бір осы жақсы әйел келіп отыр. Әкем не айтады, соны істейді, сөйтіп. Сосын кейін, сол осы міне бізде енді мен онда капитан шеніндемін. Мынау Абай театрында не болды? Анау Москвадан, орысша айтқанда военно-промышленный комплекс дейді, ВПК дейді. Ол үлкен бір мекеме керемет осындар. Мынау атомный полигонды бізде жарылыс бәрін жасайтын солар, иә. Сонда солардың кісілер келді. Біздің халықты там көндіру үшін айтып тағы да бір сол кезде мораторий болған. Орыстың сөзі емес мораторий болған. Сонда біз 2 атомный заряд жатқан соң, соны сіздерден рұқсат сұрайық деп атуға сіздерге көп ақша береміз, анау мынау. Сонда мен көрдім, біздің жігіттерді болды ғой, айтты, ой, әкем қалай қорықпайды, айтты, анау қаншама кісілер отыр, бәрі қорықпау енді, бүйтіп қарап, зал деген үлкен ғой, иә. Сонда өзінің жүргізуші өзінің несі болған, өзінің шәкірті, өзінің інісі деуге болады, ру жағынан, иә, Ролан Сейсенбаев деген. Сол кісі жүргізіп біледі ғой, ағасы қалай сөйлейді екен, иә. Бесінаға тоқтай тұрыңыз деп, бесінаға әкемді біз ана Ертуған екеуміз атамыз қолында ұстасқан бесінаға деп қаламыз, дейсіз. Болғанға дейін бейсен аға деп сөйлейміз, енді тіпті жақсы өлің бесіна дейміз ғой. Ағадан естілей кетеді, иә, бесіна. Сол кісі бесінаға, газ береміз. Ол битті ғой, енді сәпсем, анау нені шыдамай кетті, ол анау қазақтың аналары, балалары қайтыс болған, сол аурудан ешіліп соғанда бір конвертпен біреуін көрдік, сәпсем, бір аз ақша, соғын беріп, соған жылап, рахмет айтып аналарға. Мыналар не ғой, мыналар жыласын дейді, Москвадан келген кісілер. Ал Ролан жыласын дейді, алып келген оларды. Мыналар не дейді, деп шығын, ентігіп кіші етіп алды, бәріне айтты осылай, мен осындаймын, өстіп осылай, бүйту керек, қандай жарылыс болмайды деп, сол кісінің сөздерінен кейін жарылысқа жоқ деп ұран тастай бастады. Сонда бұл іс-әрекеттерінен ол кісінің жаңағы қайсарлығы, жүрек жұтқандығы, бірбеткейлігі, айтқан сөзінен қайтпайтындығын да көруімізге болады. Жақсы, жылы естеліктеріңіз тағы да қазір жалғастыра отырасыз. Енді келесі сөз кезегін немересі Дулат Ертуғанұлы сізге қойғым келіп тұр. Жаңа бағанадан айтып жатырмыз ғой, Ұлы Отан соғысының ардагері деп, жаңағы соғыста қаншама қиыншылықтарды басынан өткізген. Енді сізге қандай естеліктер айтушы еді? Жалпы бойыңызға дарыған бір ерекше қасиеті, мен осы жерім атама ұқсайды екен деген сияқты дүниелер туралы бір қысқаша айтып берсеңіз. Сөз бергеніңізге рахмет. Біріншіден осы мына 16 мектептің басшыларына көп алғысымды білдіремін. Енді осыдан мына 1 жыл бұрын осы мектепке келген кезде, сонда мына Айгүл Васильевнаға, Маржан Даутбековна жолығып, мына өз ойымдарыңызды айтып дегенде мына қолдауыңыз үшін көп рахмет. Мен шынымен де мына қазір өз атам туралы бейнероликті қарадыңыз. Енді шынымен жаңа сіздің сұрағыңызға жауап бергенде осылай айтайын. Менің атам маған осылай айтқан. Енді орысша айтқанда осылай айтқан. Когда весь мир убегал от войны, избегал от войны, твой дед добровольцем пошел на войну. Бүкіл әлем енді соғыстан қашқан кезде, сонда менің атам өз еркімен сол соғысқа барды. Енді ол кезде енді басқа заман, басқа идеология болды. Бірақ дегенмен енді ол кісі 17 жаста өз еркімен соғысқа барған кезде, сонда жаңа айтты ғой енді, осы жас кезінен физика пәнінен жақсы сондай білім болған, математика пәнінен жақсы білім болған. Сонда соны радистердің курстарына жіберген. Ол енді бостан-босқа емес енді, өйткені білімді адамдарды ғана сол курстарға жібереді. Жаңағы біз айтқанымыз соғыс кезінде, енді сол кезде, қазіргі кезде емес қой, қазір мысалы әрқайсысының қолында ұялы телефон бар, мысалы әрқайсысында интернет деген бар, мысалы компьютер деген бар. Қазір енді
енді балаларды бәрін көріп тұрған шығар енді қазіргі кездегі осы мына дамыған енді технологияның дамығаны өте ерекше енді. Ал енді сол кезде мына радист деген ол мына бүкіл осы байланысты басқаратын сол радистер болған. Өйткені қамтамасыз еткен енді. Өйткені мына мысалы енді басшылар отырады сол штабта. Олар енді бүкіл бәрінен жоспарлайды ғой. Мына әскерлер былай жүру керек, мыналар былай істеу керек дегендей. Сол жеңіс үшін енді бүкіл енді іс-әрекетті жасайды. Ол енді әр осына енді бөлімдерге енді жеткізу керек қой. Соны жеткізу үшін сол радистер керек еді. Олар жай ғана бір жерде, жылы жерде отырмайды. Олар сол мына провод арқылы, сым арқылы соның бәрін жеткізеді. Соғыс болған кезде ол енді мына жақта енді бомба лақтырады, мына жерде енді жарылыс болады. Сонда ол проводтар үзіледі енді. Сол енді үзілген проводты оның бәрін жүгіріп, оны бәрін жамап, оны істеу керек. Енді ойлаңызшы, ол жай ғана окопта да отырмайды. Ол соны жүгіреді де оның бәрін жасайды енді. Сондықтан жаңағы енді ол кісінің енді ерлігі меніңше енді оны нәтижесінде енді жаңа айтылды ғой енді сол Қызыл ту деген сол наградамен наградталған. Бірінші дәрежелі отан соғысы, екінші дәрежелі отан соғысы, Қызыл жұлдыз деген медальдары, ерлігі үшін орден, ерлігі үшін, жауынгерлік еңбек үшін, Кенигсбергті басып алған үшін деген. Енді кім осы Совет үкіметінің тарихты қазір білмеймін енді. Ешкім оқымайтын шығар, зерттемейтін шығар, бірақ енді мына 9 мамыр деп бәріміз айтамыз ғой, мына жеңіс күні деген. Сол 9 мамырда бүкіл енді капитуляция бәрін жазған кезде сол күндерде әлі үшін сол күндерде Кенигсберг деген қала тағы да 2 айдай тұрған. Олар еще тағы да сол соғыс біткеннен кейін 2 айдай соғысқан енді сол Кенигсберг. Қазіргі енді Ресейдің Калининград деген облысы енді. Бұрынғы аты Кенигсберг. Содан өйткені соғыс бітті, сол Кенигсбергте де сол соғысқа қатысты. Тағы да оны енді жібермей, өйткені сонда енді маманды жауынгерлер керек қой енді. Сосын келесі сол Жапонмен соғысқа тағы да жіберді енді. Әйтпесе енді 45 жылы енді соғыс біткеннен кейін бәрін жібере салмаймын. Тағы да енді 2 жылдай сонда барды соғысты. Оның үстінде енді жай ғана жауынгерлік қана емес, сол әскерде сабақ берген. Мына радиотехникаға, мына электрофизикаға. Содан кейін енді бітіргеннен кейін сол енді өз білген, өз мына таңдаған мамандық бойынша бүкіл өз өмірінде соған енді арнады енді. Сондықтан маған ол кісі енді әрине енді атам болғаннан кейін былай да енді сол кісінің өмірі маған үлгі. Жаңағы енді ағам айтты ғой енді ол кісі жай ғана енді бірдеме осындай мына жаманшылықты, сосын мына құқық бұзушылықты соны көрген кезде жай ғана өтпейтін енді. Оның бәрін назар аударып енді соған енді сол арқылы меніңше енді мен де осы өмір бойы мына ішкі істер органдарда жұмыс істеп, қазір мысалы қазір күнге дейін мына адам құқықтары жөніндегі саласында енді жұмыс істегеніме сол шығар енді. Оған да енді негізі керек енді. Мінез де керек енді. Енді өзіңіз білесіз енді адам құқықтарын қорғау үшін оқығанда енді оңай емес. Өйткені кейде бүкіл енді тіпті сол ана мемлекеттік қызметке де енді қарсы шығасың, мемлекеттік енді лауазымдарға да енді қарсы шығасың енді. Атам туралы айтсақ солай. Жақсы, рахмет. Жаңа Дулатжан жақсы айтты ғой, не туралы соғыстан келген. Қараңызшы, міне сонда ауылға, Саржалға шешемнің сөзі, Қазиза шешеміз, сол кісі айтты дейді. 48 жылы келді ғой, оралды ғой, 48 жыл. Соғыс қашан бітті? Жапонға барып келді. Жапонға мұғалім, Жапонға содан кейін хабарыста қалып мұғалім болған. Үйреткен.
сонда 46 жылдары. 48 жыл келді, сонда бір үлкен кісі дейді, шешем айтады, бір үлкен кісі, апамыз ол кісінің 3 баласы да келмей қалған, ана үлкен кісі дейді, жылап жүрді, сен ана әкеңдеріңді онда әлі үйленген жоқ, сол бірақ шешеміз сол кезде қарап қойған ғой. Анау апа айналып жүр дейді, ана немді. Әкелеріңді айналып жүр дейді, құды бейсен, бейсен емес, құды бейсен дейді. Қалай ол? Соғыс қашан бітті, жаңағына келді, құды бейсен деп сол сөздер. Өйткені 17 жаста соғысқа кетті ғой енді. Қайтқанда 48 жыл 24 жаста енді. 7 жыл сол соғыста болды ғой. Жақсы, рахмет. Жалпы келесі сұрақты Әлия Ертуғанқызы өзіңізге қоймақшымын. Жалпы атаның осы қолжазбалармен айналысып, шежірелерін жинап, жинақтап, барлығын бір арнаға тоғыстырып жүрген өзіңізсіз. Осы жалпы мәліметтер жинау барысында, естеліктер талқылау барысында қандай да бір есте қалған ерекше естеліктер болса, бөлісе отырыңыз. Тыңдап отырыңыз. Рахмет. Енді ол кезде мен оқушымын, үлкен сыныптарда оқимын. Шыны керек, енді қазір өзім қызым да 9-шы сыныпта оқиды ғой. Ол кезде көп мән бермейміз. Енді ол кісі басында былай енді бізге ауызша айтып беретін, кейіннен көп немерелер енді орысша оқыды. Одан кейін апайым, мен, ол кезде енді қазақ мектептері аз болды ғой. Қалада 5-ші мектеп, 16, осы 2 мектеп қойды. Иә, бірінші сол. Сонда ол кісі айтатын, иә, енді басқаларына айтсам, олар енді көп ұғына бермейді. Сен енді үлкенісің, осы саған айтайын, сен енді отырғызып жаз деп. Енді біз бәрін жазып алатынбыз. Айтып кеткенде енді шыны керек, енді көп мән бермейтінбіз. Енді қазір балама да бірдеме айтып отырам ғой. Осыны тыңда, осыны нетіп. Бәрібір енді көңіліміз басқаға алып кетеді дегендей, бірақ бәрін жазып алатынмын. Кейіннен мына компьютерлер шығып, осы жазбаларды жинақтап, енді ол кісілерде мен жиі болатынмын. Өйткені бала кезімнен әке-шешем командировкаға кеткен, сонда 1 жас 8 айында қалған ата-апамның қолында өстім. Кейіннен сол кісілерге жиі баратынмын. Сол келген сайын әйтеуір сол кісінің естеліктерін жазып жүретінмін. Сосын айтам, мен осы жазбаларды сізге компьютерге басып, бір брошюра ретінде шығарып көрейік. Сонда шығарғам. Енді ол кісіге олар бұрын ана печатный машинкамен жазатын ғой. Сонда осыны қарап, мынау өте жақсы екен деп, кейіннен енді басқа әңгімелерін айтып қосатын. Ал енді шежірелерді енді мен көп оған о жағынан енді әкем. Сіздің жинақтағандарыңыз естеліктер? Иә, көп жинақтарым естеліктер. Қазір енді былай қарап, енді қарасақ, енді қазір әрине мен ойлаймын, сол кезде неге мынаны сұрамасқа, осыны мынандай, енді қазір уже қызығып ойлайсың. Неге сол кезде көңіл бөлмей, неге тағы көптеген енді әртүрлі сұрақтар қазір туындайды ғой, солар неге сұрамадық деп. Енді қазір жақсы, атаңыздың бір қандай берген өсиеті әлі күнге дейін есіңізде бір сақтаулы жүреді ғой, жүрегіңіздің түбінде бір мотивация беретіндей қандай сөздер есіңізде бар? Енді ол кісі былай қарап отырсаңыз, ол кісі зейнетте, мысалы мен сабақ оқып жүргенде, ол кісі уже зейнетте болды. Зейнетте болса да енді жай демалып жүрмейді. Мен келген сайын сол аудармашы факультетіне түскем. Бізде біздің мына поток ол бірінші қазақ топтары болды. Сонда біз түскенде курстық жұмысым болды.
ағылшын тілінен ағылшын тілінің нелері мақал мәтелдері. Соның орысша баламаларын таптым да, 1000 ағылшын мақал мәтел, соның орысша баламаларын таптым. Сосын атама келіп айтам, маған негізі осыны қазақшаға аударса жақсы болушы еді. Сізбен бір отырып не етейік деп. Сонда атам оны қарап, мынау жақсы бір жұмыс екен ғой. Екеуміз отырдық, одан кейін ол кісіге қалдырып кеттім. Ол кісі де өзі ізденісте болды, бәрін баламасын тауып, одан кейін енді таппағандарды өзі тура аудармасын жасап, осыны 4 дәптерде біз бірге енді жазып шыққанбыз. Сонда курстық жұмысымды солай қорғадым. Сонда ойлап тұрам, енді былай қарасаңыз ол кісі енді демалып, зейнетте ғой, демалып жай жүрмей ме? Жоқ, ылғиды. Қол ұшын беріп жүретін сол қасиеті қартайса да жоғалмаған, иә. Жақсы, рахмет. Енді біз Бейсен Жұмагелдиннің жаңағы өмірімен, еңбек жолымен, шығармашылығымен, жаңағы ұрпақтарының аузынан өзінің жылы естеліктерін естіп жатырмыз. Енді әріптес ретінде ол кісінің қандай болғандығы туралы сіздерге сөз кезегін берсек, Жамал Боранбаевна. Мұғалім кісілер тұрғысы келеді. Бейсен Жұмагелдин осы мектепке келгеннен бірге қызмет еттік, осында еңбек жолында. Ол кісі ескі мектептен бастап бірге қызмет еттік. Сол өзінің кабинеті, физика кабинеті кішкене үлкендеу болатын басқа кабинеттерден. Өйткені жанында лабораториясы бар. Сол келе, сондай ол кісі бір сыпайы болды, еңбекқор болды. Кабинетіне кіріп, ең бірінші приборларды түгендейтін. Бәрін сабаққа орнына қойып кетерде сөйтіп. Ерте келіп, кеш қайтатын ол кісі. Уақытымен санаспайтын. Соны бізге де үйрететін. Работа учителя – это ненормированный труд деп бізді жұмысқа жақындатып қоятын, бәрін өзінің советін беріп. Бір күні бір мектепте лингафонный кабинет, ең бірінші орыс тілі кабинетінде болды. Соны келіп, бәрін қарап, Нұржамал байып кетіпсің ғой кабинетте, мынау ешкімде жоқ, енді жақсылап жұмыс істеу керек мұнда деп поддержка беріп, көрсетіп, үйретіп, сөйтіп кететін. Сол кабинеттен Надискакина екеуі шықпайтын физикада кабинетіне. Қай жерде қандай прибор қойып кетеді, енді ол орнынан қозғалып кетсе, біле қояды, мынаған кім тиді, мынау қайда кетті деп сөйтіп түгендеп жүрдім. Соны Надискакинаға да ол солай үйретті. Кейіннен Бейсен Жұмагелдиновтен кейін сол кабинетке Надискакина ие болып қалды ғой, сонда ол кісі де кіргенде айтып отыратын, мына приборды біреу алып кетті, мынау қайда кетті деп жинап. Сондай нені біз сол кісіден үйрендік енді. Лингафонный кабинетте бірдеме бұзылып қалып, бірдеме болмаса, мен сол кісіге барып көрсетіп беріңізші деп сөйтіп отыратын. Сондай қызмет, еңбек көрсеттік. Әр нәрсеге жауапкершілікпен қарайтындығын көруге болады, иә? Сосын мына класста, старший классқа берді физикадан. И әрбір класстың балаларынан 3-4 баланы өзі таңдап алатын. Сонда өзіне жағатын, физиканы кішкене соған бейінді болған балаларды жанына таңдап алып, соларға солайғы прибор неді, лабораторный недердің жұмыстарын бәрін қайратып, жанында қоя солар. Ол кісі отырып, ананы анда қой, мынаны әкел, ананы сөйт деп сөйтіп отыратын сабақтың орнында. Балалар бәрін жүгіріп, помощниктері болды. Әрбір класста 4-4 бала помощниктері беретін.
сосын біз мынау мектепте ылғи уборка жасадық қой ол кезде жалғыз мектептің ішінде емес далада жүретінбіз. Мынау мектептен бастап сонау восход остановкасына дейінгі мына сквер біздің мектепке жататын. Соның бәрін жинап субботникке шығамыз, жұма сайын жинайтын. Сонда балалардың, ол кісі еще балаларға фотокружок организовать етеді. Сол фотокружокта жүрген балалардың бәрін, жұмыс істеп жатқан балалардың бәрін түсіріп түгел. Сосын фотографиясын шығартып, сонда балаларға бәріне таратып беретін. Балалар мәз болып жүгіретін. О, 5-ші магазинге келе жатыр, қазір фотоға түсеміз деп қуанып жұмысты жақсылап жасайық, қазір ол кісі ұрсады деп сөйтіп. Сондай бір не олардың балаларға көрсететін воспитаниесі. Жалғыз балаларға емес, бізге де, коллективке де осы жаңа мен деген кісілер соғыс туралы айтып отыр ғой. Біз жаңа семейде тұрдық. Сол восход остановкасына дейін бірге барамыз. Сонда бара жатқанда соғыстағы болған, осындай болды, мынандай болды деп жаңа случайлардың бірталайын айтып, сондай қызықтырып, сөйтіп уақытын бос өткізбейтін. Всегда воспитательная роль у него всегда болатындай. Рахмет. Көп деген. Ата бір айтатын, мен 20 жыл председатель профсоюзда болдым. Сонда маған айтатын, мына профсоюз, сен қарағым, мына профсоюздің жұмысын дұрыстап атқан, бұл өте сенің рөлің үлкен деп сөйтіп айтатын. Сосын бір күні мені 11-ші профсоюзный съезге делегат қылып сайланды. Сонда келіп ол кісі қуанып, мінекей, айттым ғой мен, сенің рөлің үлкен, не сен істеген жұмысың көрініп жатыр дейді. Съезге барасың деп құттықтап, сондай поддержка жасап, сөйтіп көмектесіп жүретін. Жақсы, рахмет. Жана сөз кезегінде Нұржамал Боранбаевна Назиска қызына туралы айтып кетті, иә? Олай болса, ол кісінің де видео сәлемдемесі бар екен. Соған экранға назар аударсақ. Сабағы кезінде әртүрлі тәжірибелер, демонстрацияларды қызықтыра отырып өткізетін сабақ. Бұл жұмыс болатын сабақтарды ол кісі күні бұрын дайындап, жетіспеген приборларды өзі ауыстырып, жасап, бәрін дайындап қоятын. Кейіннен бірге әріптес болғанда осы әдетін мен өзіме қабылдап, мен де солай істеуге тырысатынмын. Жаңағы, иә, Нұржамал Боранбаевнаның айтқанын айтып жатырмын. Енді Қарлығаш Сабытовна сөз кезегі өзіңізде. Қандай естеліктер? Енді құрметті қонақтар, мен Бейсенғараның балалары, немерелері, сіздердің мынандай Бейсенғараның 100 жасқа келгенін, өзінің өмір жолын оқушыларға, бізге ұстаздарға, осы қалаға бәріне танытылып отыр ғой. Сіздердің осы жұмыстарыңызға, еңбектеріңізге көптен көп рахмет. Ата көрген оқжын, шеше көрген томыс жетіп, ата-аналардың жақсы тәрбиесін алған алтындай балалары, немерелері өскен екен, мен өте қуаныштымын. Өткен жолы маған айтып, кім ертуған, мен хабарласып звондадым, осы мектептен болды ғой деймін телефонымда. Содан кейін бір естелік айтып берсеңіз деп, мені әлгі бірдемені жазу үшін не керек адамға? Шабыт керек, уақыт керек. Және ол кезде ауырып жүргем, содан кешеуілдеп кетті, бірақ мен жазып, соған байланысты суреттерді бәрін ол кісіге жазып бердім. Енді сіздерге көптен көп рахмет. Менің айтайын деп отырған
әлгі әкеңді көрсем де, әкең жоқ болса да әкеңді көргеннің көзі тірі болсын деп қазақтың жақсы мақалы бар. Мен Бейсен ағаны өзімнің әкем деп есептеймін. Себебі менің әкем осыдан 2 жыл бұрын 100 жасқа келді. Ол кісі де 17 жасында өзінің әкесімен екеуі бірге соғысқа кетіп, соғыстан жараланып келіп, екеуі бір күнде қайтып елге. Біз Қызылтуда тұрдық. Бейсен ағалар бер жағында 60 шақырым Саржалда деген жерде тұрады. Содан мен әкемнің несін айтқым келіп тұр. Жайлауда отырған, жайлауға шығамыз, мен 5-ші классқа шейін атам мен апамның қолында болдым. Жайлауға шығамыз, жайлауға шыққанда сол әкем 51 жыл қайтыс болды, 27 жасында. Өрт болыпты жайлауда. Өрт өшіріп келеді, қайта жанады, өшіріп келеді, қайта жанады. Содан кейін әбден шаршап келіп жатқанда бір колхоздың председателі болып деген кісі бар болатын. Сол кісі ана кісіден боққа, сен үкіметке жаусың, жерді сен өшірген жоқсың, өртті өзің өшіріп қойып келдің деп айғайлағанда ана кісі көп сөйлемейтін, сол бір үндемей сол атына мініп өрт сөндіруге қайтадан кетеді. Соның артынан жоқ, менің шешем бар, апам бар, жайлауда аз-ақ кісі отырды ғой, 4-5 кісі ғана. Содан барса, оттың ортасында әкем талып жатыр дейді, ат ана кісіні тарпып тұр дейді. Оттан шықпаған атамы әкемді тарпып. Содан есімде сол келіп жайлауда отырамыз, ол кезде машина жоқ, не жоқ, сол жайлауда 1 жұма ма 5 күн ба сондай жатып соғысып қайтыс болды. Сонда өкпесіне ма бір жеріне кеткен ол қозғалғанда содан ана кісі қайтыс болып кетті. Содан біз әкесіз қалдық, ал менің әкем қайтыс болғаннан кейін менің анам Рысжан, ол Саржалдікі. Саржалдың адамы 5 жыл үйде отырады да, содан кейін ол тұрмысқа шығады. Сонда менің әкемнен біз 2 ұл, 2 қыз тұрдық біз. Менен бұрынғы ұл қайтыс болып кеткенде, сонда 3 жыл 2 қыз бірін жүрдік. Сөйтіп 5 жыл отырған, содан кейін сонымен мен шешем 2-ші жыл тұрмысқа шығады. Қызылтуда Саржалда Қорғанбай деген кісі бар ғой, сол кісіге шығады. Содан шыққанда мені туа салысымен бірінші немерем ғой, немересі ғой, ана өліп қалды менің алдымда. Соны менің үлкен апам, әжем, Алима деген кісі, атам екеуі, атам шопын болып істейді. Екеуі алып қалып, мен атам мен әжемнің қолында өстім. Өткен жол ертіған келіп сөйлескенде ертіған дейді, әжемді апам мен атамның қолында өстім. Сонда өстім. Енді бірақ мен әкенің шешемнің Саржалда тұрады, шешемді мені араластырған жоқ. Кетіп қалуға дейді, апамның болып тұрдым, сонымен өмір сүрдік, ойласам тұра. Шешеме де қатыстырмайтын апам. Мен сонда шешемді де іздемеймін, әкемді де іздемеймін, мен атам мен апам, мен әке шешем, солай болып жүрдім. Сонымен ана кісі қайтыс болып кетті. Мен 8 бітіргенге мына 1-ші мектеп интернатына Бейсен аға оқыған интернатқа келдім. Сол интернаттан 11-ші класты бітіріп, 65-ші жылда экзамен тапсырып отырсақ, ана Бейсен аға комиссияның мүшесі болып отыр, экзаменационный комиссия. Бір уақытта менің фамилиям мектепте Сыдықова болып жазылды, өзімнің әкемде. Енді метрикеде аталар өздерін алғанда өзінің атына жазып, Көнекина деп жазды. Көнекина деген қазақта. Содан паспорт алған кезде өзгерді ғой. Соны Бейсен аға бір уақытта айтады, әй Сыдықтың қызы, сен берге шығып отыршы. Сен әлі Күнікенің Сыдығының қызысың ба деп салдым. Иә, солай міне, соны неше жыл, 3 жыл оқыдық па, осы бізге электротехника деген ұлдарға сабақ берді, бізге астрономиядан сондайды сабақ берді. Сонда мені таныды, менің Рысжан мен Сыдықтың қызы екендігімді. Сонымен біз мектеп бітіріп кеттік, мен институтқа түсіп кеттім, сол енді одан кейін тұрмысқа шықтық, балалы шағалы бар, 4 балалы болғанда осы семейге көшіп келдік. Бір жыл ана темір жолдың интернатында істедім де, мен онда 9 жылдық мектеп, 8 жылдық мектеп. Мен осы мектепті 11 жылдық мектепте істегім келді, осыны ауыстым. Содан бастап 81 жылдан Бейсен аға 88-ден шықса, міне 7 жылда бір еңбек етті. Ұстаздық. Енді мен олай еркелетіп жүретін.
мен өзім әкем сияқты сезініп жүрдім. Айтып ғой кейде ол кісі енді үлкен адам ғой, келе жатады да амандаспайды. Ол амандаспай кеткенде мен де амандаспай, соң мен амандастым, өзі амандаспай. Амандаспай өтіп бара жатырмын. Ей, сыздықтыңыз берген, неге амандаспайсың сен? Соң кейін мен айтамын, аға деп сөйтемін, қайдам деп, менің ешқандай сізге жазығым жоқ, сізді сыйлаймын, құрметтеймін, амандасып жүрген. Өзің мен амандастым, сіз алмайсыз. Ойладым, менің әкеме шешеме біреуінде сіздің есіңіз кетіп қалды ғой. Соң кейін қалжыңдап, одан кейін тағы да бір жағдай болды. Оны айтпай қояйын, Оны айтпай рахмет. Сондықтан мен бұл кісіні мен өз әкем ретінде сыйлап, мына ертуған ағаларымызбен хабарласқанда мен шай дайындап қойдым, ол кісіге жақсылап шайымды бердім, суретін шығарып қойдым дайындап, сонымен беріп жібердім. Сіздерге көп рахмет, әкелерімді, аталарымды бәрін еске алып, ұрпақ деген осы ұрпақтың арқасында бұл кісілердің аты мәңгі өшпейтіні анық. Жақсы естеліктеріңізге рахмет. Айтып қой, осы шараны ұйымдастырмас бұрын жаңағы Бейсен Жұмагелдіұлының толықтай естеліктерін қарап шықтық. Сол кезде өзінің ең сүйіп тыңдайтын Қасым Аманжоловтың Дариға сол қыз әні екен. Олай болса бүгінгі сыр сұхбатымызды сол әннің ырғағында Гүлнар Болатовна бұл кісі Бейсен Жұмагелдіұлының шәкірті. Жаңа Хапизаға қарап отырып, ұстазымды есіме түсірдім. Тура осы кісідей болған ұстазым. Мен енді осы мектеп, мына онда ескі мектеп Абицина деген не бар ғой бұлар? Колледж. Сол мектеп болған. Сол кезде ол кісінің үлкен лабораториясы болған. Сонда енді сабақтар керемет қызықты өтетін. Міне жаңа сіз неге келген жерде балалардан сұрап отырмын. Балалар сендер неше сыныптасың оқисыңдар? Олар 8-9 оқиды екен. Мен де сол кезде ол кісі сабақ берген кезде осы 8-9 оқитын ол кісі. Сондай қызықты өтетін сабақтары кереметтей. Енді сол кезде бізге айтатын балалар дейтін, ертең сендер, жаңа айтып отырмыз ғой біз, ол кісі радиотехник болған мықты деп. Сонда сол кісі айтатын, балалар ертең көресіңдер, ертең сендердің кездерінде сымсыз байланыс болатын деген. Енді міне қазір сендердің қолдарындағы мобильный связь дейміз ғой, сотовый связь. Міне сол, міне соған не. Сонда ол кісінің қандай тек қана ұстазымыз ғалым екендігін білуі болады. Өте енді мақтанамын, ол кісіден сондай білім алғаныма, тәрбиелігіне. Енді жаңа осы мектепке келген кезде сол кісінің лабораториясы болды да, сол лабораторияға кіріп, мен ең сабағымда ең бірінші бастағанмын. Осы мектепке мен 25 жыл еңбек еткен уақыт. Сол кісінің кабинетіне кіріп, сол ұстазым есіме түсіріп, сол енді алғашқы сабақ жоспарларын, сол бір жылдар мен физикадан сабақ бердім, сөйткен сабақ болған жоқ математикадан. Сонымен бір жылы физикадан сабақ бердім, мен мамандығым математика, основной негізі және физика болған. Сол кісілердің енді берген сабақтарын есіме түсіріп отырып, сөйтіп дайындалатын сабақтарына. Сондай ұстаздан тәрбие алғанына өте мақтанамын. Көптен көп рахмет сіздерге. Құтты болсын бүгінгі ұстазымның 100 жылдық мерейтойы. Осы ұстаздарымыздың салып кеткен сара жолдарын біз мемлекет батырымыз балаларға білдіріп отырмыз. Олай болса сыр сұхбатты Екпе Мұратұлының әдемі Дариға сол қыз әнімен аяқтасақ деп отырмыз. Ортаға шақырамыз. Өзі жақсы болып сүйіп тыңдайтын. Түсім демеді
енді теңіз, тулады толқын, шайқалды шаңғыс. Қап-қазақ өртті есінде жүрміз, қайда екен қандай дәригай солқын. Оқ тиді келіп, қайратым кеміп, барамын сөніп, келмейді өлгім, тұрғандай солғы жаныма келіп, талпына бердім, қайран жас көңілім. Барамын сөніп, барамын сөніп, жұтар ма мені мына сұм соғыс. Арманым бар ма өлсем бір күні, қайдасың қайдай дәригай солқын. Келмейді өлгім, келмейді өлгім, қайратым қайда, келші осындайда. Дедім де тұрдым, жүгіре бердім, қолымда найза, шағылып айға. Жеңдік қой жауды, арман не құрбан, күркіреп күндей өтті ғой соғыс. Келемін қайта өлгімді айтып, қайда екен қайдай дәригай солқын. Келемін қайта өлгімді айтып, қайда екен қайдай дәригай солқын. Көп рахмет. Бейсен Жұмагелдина. Бір сөз бар. Осы өлеңге бір сөз айтып жіберейінші. Кешіресіздер. Мынау менің айтайын. Менің нағашы апам біздің анамыздың несі еді. Ол кісі өз әкеміздің не жағынан өзінің апасы болды. Бізде тобықтымыз, тобықтың ішінде Мотыш деген бар. Ана кісі Мотыштың қызы еді. Сонда бізде ана әкем ол жақта Саржал деген болған жаққа 4 совхоздар болған, колхоздар болған еді. Сонда менің колхоздардың арасы бір колхозда ғана мектеп болған. Сонда анау менің нағашы апам Данышпандығы, Дариға деген сияқты, Данышпандығы айтады дейді, Қазиза, біздің шешеміздің аты Қазиза, мына кісілердің апаларының аты. Қазиза, сен мынау не колхоз арасында аңдар жүреді. Сен ана Жұмагелдінің бейсен үлкендеу, сол
сонымен бар сен деп сонда неше сен нетсең деп сонда нетіп оятып өзі бетін жуып та оятып алып кетеді екен мектепке сонда үлкен сонда мен жаңа айтайын дариға деген сол сияқты ол былай дариға дейді но ар жағында қазиза тұрған шығар қазиза сол кезде сол ретте жақсы болса сол кісілерді зерттей келе айта келе сіздердің естеліктеріңізден ұрпақтардың естелігінен өзінің естелігінен бейсен жұмагелдинді зерттей келген кезде жаңағы осы әнді жақсы көргендігі туралы білдік, сондықтан да осы әңгімені аяқтағымыз келген. Әрине бүгін балалар бізде үлкен бір іс-шараның куәсі болып отырсыңдар. Сендер бақыттысыңдар. Неге? Екінің бірінің мұндай бақыт екінің біріне келе бермейді. Біз егерде бұл жерде сендердің орындарында мүмкін басқа біреу де отырушы еді. Сендер іріктеліп алып келдіңдер. Бүкіл мектепте бізде 1000 бала бар. 1025 бала бар. Соның ішінде сендер әрбір сыныптан осы нәрсені, осы біздегі бүгінгі болып жатқан тағылымды істі сол сыныпқа жеткізе алады деген ұрпақсыңдар. Сондықтан сендер бақыттысыңдар. Ал бүгінгі күні біздің атамыздың 100 жылға толып отырған атамыздың ұрпақтарын көріп, өз ауыздарынан әкелері туралы мақтаныш сезіммен айтқан естеліктерін естіп, құлақтарымның құрышығанды. Мен өзім, мысал үшін, осы бір шараға қатысып отырғаныма бақыттымын деп ойлаймын және бақытты сезіне білдім. Өйткені кешегі күні Ұлы Отан соғысы кезінде біздің сыртқы жаудан қорғаған атамның ерлігін өзі сұранып кеткен, ауылға кетіп қалады ол кісі. Одан ауылдан қайта кетіп, неге менің ағаларым барған жерге мен неге бармаймын деп өзі сұранып тұрып кетеді. Сонда отанына деген, еліне деген, жеріне деген патриоттық сезімінің өте үлкен екендігін мен осыдан көре аламыз. Біз қазір қалаймыз балалар? Міне, армияға барғымыз келмейді ұлдар. Солай ғой. Сондықтан да ол кісі өзінің басын жауға тігіп барған адамның бірі. Сондықтан да біздің ол кісінің әрбір іс-әрекет бізге үлгі өнеге. Және Қарласады күні Жамал Боранбаевна айтып жатыр, бізге қаншама нәрсені үйретті деп балалар. Яғни сендер мынадан кері байланыс, қандай кері байланыс жасап отырсыңдар қазір? Мысалы, айтыңдаршы балалар, қалай ой түйіп кері байланыс жасай аласыңдар? Қазір барасыңдар, ой сендер не қайдан келдіңдер, не айтты дегенде сендер уже бір нәрсе айтатындай балаларды шақырып отырмыз деп ойлаймын. Мысалы үшін, солай ғой. Айтшы мысалы, не ойлап отырмын? Бүгінгі болған іс-шара өте ерекше өтті. Түйген ойын дұрыс айтамын. Сен не түйдің? Жылағың келіп отыр, сен? Жақсы. Сондықтан да сіздерге көп рахмет айтамыз. Өйткені бізден бұл 100 жылда бір реттеліп отыр ғой, қарап отырсаңыздар. Енді 100 жылда осындай іс-шараның куәсі болғанымызға, сіздердің келіп алтын уақыттарыңызды бөліп бізге ұрпағымызға өздері осындай ұлағатты ұстазымыз жайында, Ұлы Отан соғысының ардагері жайында, еңбек ардагері жайында бізге көп мағлұмат бергендеріңізге біз әкімшілік атынан рахмет айтамыз. Енді бұл іс біздің мектепшілік іс-шараның негізінде ғана болып отыр. Енді бұл іс-шара балалар бізде бүкіл қала көлемінде жалғасады. Өйткені бүкіл қаланың қызметкерлері, әртүрлі адамдар келіп біздің әкім келуі де мүмкін біздің мектебімізге. Өйткені біздің Семей қаласының Ұлы Отан соғысының ардагері болғандықтан бүкіл Абай облысының ардагер атасы. Сондықтан да бүгінгі ұрпақ бұл кісімен мақтанады. Енді бұл іс-шара қала көлемінде, облыс көлемінде жүзеге асады. Біздің мектебіміздің алдына мемориалдық тақта орнатылады 8 мамыр күні. Сол күні барлығымыз тағы да бір осы бір іс-шараға куә боламыз деп ойлаймын. Көп рахмет келгендеріңізге. Мектебіміздің 100 жылдығы тойланды. Енді мінекей мектепте істеген мұғалімдеріміздің 100 жылдығы тойлап жатқандарыңызға көп рахмет. Амандықтың 100 жылдығы тойлады ма? Балалар,